Так, саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Біз бұл бейне сабағымызда молекулалық кинетикалық теориялық тақырыбына байланысты тест кітапшасында келген күрделі деп айтсақ болады. Білетіндер үшін күрделі емес әрине. Жалпы сол жоғары деңгейлі есепті шығарып көрсететін боламыз. Жалпы қайта-қайта жаттай бергеннен шығару жолын түсініп алған артық. Шығару жолын үйренгеннен кейін ол есеп оңай болады. Дәл осы типтес есептер келеді, оны да осы тәсілмен шығаратын боласыз. Сонымен біз берілген оқиық. Егер сутек газын Т1 тең 250 кельвин температурадан Т2 680 кельвин температураға дейін қыздырғанда 400 джоуль жұмыс атқарылған болса, цилиндрдегі поршень астында қанша сутек газы бар, қанша сутек газы бар, яғни массасы қанша деген сөз. Енді берілгеннен бастап жазайық. Так, берілгендек Т1 250 кельвин, Т2 680 кельвин, осы кезде температура ауысқан кезде атқарылған жұмыс 400 джоуль шамасына тең екен. Цилиндр поршень астында қанша сутек газ бар дейді. Енді осы жерде бізде не керек? Сутектің эмері керек. Сутек табиғатта 2 молекулалы элемент, яғни 2 молекулалы біріккен болып есептелінеді. Сутектің өзінің эмері, молеялық массасы 1 көбейтілген оның минус 3 дәрежесі, мына индексінде 2 көбейтілсе 2 көбейтілген оның минус 3 дәрежесінде килограмм бөлінген моль болады. Килограмм бөлінген моль. Енді бізде универсал газ тұрақтысын білеміз, оның есептеу кезінде пайдаланамыз. Енді бізде табу керек М сутектің массасын. Ең бірінші бізге керек формуламен жаза кетейін. Менделеев Клапейрон теңдігі, оны бәріміз білеміз. П көбейтілген В тең болады М бөлінген МР көбейтілген универсал газ тұрақтысы және Т температура. Дельта Т деп қойсақ та болады. Одан кейін тағы осы МКТ-да жұмысты қалай табатын едік? А тең П көбейтілген В формуласымен. Бұл жерде де дельта В. Енді осы жерде мына В-ны табайық, мына В-ны қорытып тауып көрейік. Бұны табу үшін мына қасында П-ны ғана теңдіктің келесі бетіне өткізсек болды. Теңдік П мына В-ға көйіліп тұрғаннан кейін теңдіктің келесі бетіне ол бөлу амалымен түседі. Бөлу амал болса, ол не? Бөлшектің бөліміне көбейтіледі. Так, мұнан былай үстіне жазайық. М R көйілген Т бөлінген М көйілген П қысым. Енді бұны В1 бастапқы көлем дейік. Осы бастапқы көлем, ол бастапқы температурада. Енді В2-ні табу үшін В2-ді дәл осы масса МР П барлығы тең М R Т2 бөлінген тура мына формула М П. Енді бізде мына жұмыс дегеніміз неге тең? Мына жерден бастап жазайық. А тең болады П көйілген көлемнің өзгерісіне. В2 минус В1. В2 минус В1 тең болады. Енді В2-нің орнына мына мәнді қойық. Так, П жақшаның сыртында, жақшаның ішінде М R Т2 бөлінген молеялық масса көбейтілген қысым. Азайту, енді В1. В1-дің орнына мына өрнекті қоюға болады. М R Т1 бөлінген М көбейтілген П. Енді жақшаны жабамыз. Тең жалғастырайық. Енді мына жерде М, R және мына молеялық масса мен П, осылар не дейді? Қандай? Екі бөлшектерде бірдей, сондықтан оны жақшаның алдына шығарып жіберсек болады. Мына жақшаның сыртындағы П қалады. Жақшаның сыртына М көбейтілген R универсал газ тұрақтысы бөлінген молеялық масса көбейтілген қысым. Осыны жақшаның алдына шығарамыз. Жақшаның ішіне не қалады? Т2 минус Т1. Енді ары қарай жалғастырайық. Мына екі қысым не істейді? Бір-бірімен қысқарып кетеді. Сонда біз мынаны қоя тұрайық. Енді біз А-ны жалғастырып келе жатырмыз. Сонда А тең болады М көбейтілген R универсал газ тұрақтысы бөлінген М жақшаның ішінде Т2 минус Т1. Енді
бізде мына шамалардың барлығы бар, тек есептеу ғана қалды. Так, осы жерден қойып кетейік. Жұмыс нешеге тең? 400 джоульға тең. Жұмыс 400 джоуль тең болады. Бізге табу керек М массаны, оны қоя тұрайық. Көбейлген R 8131 универсал, яғни М абстрактысы бөлінген судектің МР ол 2 көбейлген 10-3 дәрежесінде килограмм бөлінген моль. Так, жақшаның ішінде 680 минус 250. Я 3 минус 1. 250. Енді жақшаны жабамыз. Енді есептейміз. Ең бірінші мына 2 көбейлген 10-3 дәрежесін мына жаққа көбейтейік. 2-ке, мына 2-ке 4-ті көбейтсек не қалады? 8 қалады. Мұның 2 нөлмен минус 3 дәреже көбейлді не болады? Минус 1 дәреже қалады. 8 көбейлген 10-ның минус 1 дәрежесі тең болады. Мұнан 8131 М деп жазайық. 680-нен 250-ді жазсақ, қанша қалады? 430 қалады. Енді осы жерде мұна М-ді табамыз. М тең болады. М-ға көбейтіліп тұр ғой, мұна 8131 және 430, осының бәрі мұнаның бөлімін іздіреміз. 8 көбейтілген 10-1 дәрежесі бөлінген 8131 көбейлген 430 тең болады 0,002 және мына 10-1 дәрежесі бар. Енді мына алдындағы 3 нөлді мына жаққа жаза жіберсек болады. Сонда 2 көбейлген 10-ның минус 4 дәрежесі болады. 2 көбейлген 10-4 дәрежесінде килограмм. Бұл бізде есептің жауабы. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.